Баршаңызға сәлем. Бүгін мен осындай соленый огурцы жаптым. Сіздерге де соның рецебімен бөлісуді жөн көрдім. Бұл үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Міне осындай керемет хрустящий болып шығатын осындай бүтін банканың рецебімен бөлісемін. Ешқандай қорықпай жаба беріңіздер. Мен осы рецепт бойынша 3 жылдан бері жауып келе жатырмын. Осындай 8 килограммдай бәдіреңді бас аяғын кесіп, осындай тұзды суға салып қойдым. Осылай араластырып, бетін жауып қойсаңыздар болады. Бір 15-20 минутқа қойып қойсаңыздар болады. Сосын мен осындай чеснок, помидор, болгарский барлығын дайындап алдым. 12 банка 24 литр, 2 литрліктен жаптым. Енді өздеріңіз қалауларыңыз бойынша сала бересіздер, салмасын. Капуста, қияр, помидор, ащы бұрыш, болгарский, чеснок және қураған укропты салдым. Сосын осындай бұрқырап қайнап тұрған суды осы дайындап қойған банкілерімізге құйып шығамыз. Енді осындай 70%-лық 70% уксусты осындай ас қасықпен бір қасық құйып шығасыздар. Бірінші су құйған кезде тұзды салмайсыздар. Енді мен осы 2 банкының разницасын көрсетейін. Мынау сарғыш болып тұрған, осыдан 15 минут алдын құйып қойғанмын, суын, қайнаған суын, уксус құйып. Мына екінші банка қиярымыз жап-жасыл болып тұр. Оны қазір құйдым. Міне осындай сарғыш болып өзгереді. Мынау жап-жасыл болып тұр. Ал мынау сарғыш болып түрі өзгере бастаған. Енді мен бірінші суын осындай жаңағы қайнатқан қазаныма қайтадан құйып шығамын. Енді әркім әртүрлі қылып жабады. Біреулер екінші суын таза сумен жабады. Мен бірінші суында, екінші суында осы бір сумен қайнатамын, өйткені дәмі кетіп қалмас үшін. Енді суымыз қайнағанша 2 литрге 2 қасық, 2 ас қасық тұз қосамыз. Егер 1 литрлік жапсаңыздар, 1 ас қасық. 3 литрлік жапсаңыздар, 3 ас қасық қоссаңыздар болады. Бұл екіншінде уксус құймаймыз, өйткені мен бірінші су құйған кезде уксус құйдым ғой. Сол жетеді. Беймарал ешқандай қорықпай жаба берсеңіздер болады осы рецепт бойынша. Енді екінші суымның түсі өзгерген, сарғыш болып. Осыны да осылай екінші суын осылай бұрқыратып, қайнатып құйып шығамыз. Ешқандай қорықпай жаба беріңіздер. Мен осы рецепт бойынша 3 жылдан бері жауып келе жатырмын. Ертең Алла бұйыртса, қыстың күні осы видеоға рахмет айтып жейсіздер, Құдай қаласа. Енді осылай барлығын жауып тастадым. Міне осындай әдемі болып шықты. Түрінен көрініп тұрған шығар.
сондай хрустящий керемет болып шығады. Құдай қаласа сіздер де жасап көріңіздер. Осы видеом ұнап жатса, пайдасы тиіп жатса, басқаларға таратып, астына комментарий жазып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Және де түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып кетіңіздер, міндетті түрде жауап беремін.